Біздің келесі тақырыбымыз ол киберқауіпсіздік, яғни интернеттегі жеке деректерді қорғау. Жалпы киберқауіпсіздік ұғымына тоқталатын болсақ, киберқауіпсіздік бізде компьютерлерді, смартфондарды, желілерді және жеке деректерді рұқсатсыз қолжетімділіктен, ұрлықтан немесе зақымданудан қорғауға бағытталған іс-әрекеттер жиынтығы. Енді неге бұл маңызды деген сұрақ, ол ең алдымен интернет, яғни қазіргі таңда біздің оқу сауда деңгейіміз жалпы интернетте көбірек болады. Сол үшін де интернетте жұмыс жасау өте маңызды. Одан кейін сол интернеттегі қауіпсіздік ол тек қана IT маманының емес, әр адамның міндеті болып табылады. Және деректердің қолды болуы жеке өмірге және қаржыға соққы етеді. Қазіргі таңда көптеген хакерлер болғандықтан, жалпы біздің деректеріміздің біреудің қолына өтуі өте оңай. Сол үшін де әр адам өзінің жеке деректеріне, қаржыларына сақ болғаны абзал болып табылады. Және де қазіргі таңда фишинг деген нәрсе бар, яғни сіздерге мысалға почтадан немесе WhatsApp-тан мына жерде тұрғандай мысалдағы хабарламалар келуі мүмкін. Және де алаяқтар бізде жалған сілтеме арқылы логин мен құпия сөзді ұрлауы мүмкін. Сол үшін де ресми емес сайттарға дерек енгізбегендеріңіз абзал. Және бізде интернеттегі жеке деректер дегенге не жатады деген сұраққа келетін болсақ, жалпы жеке деректер ол бізде адамға тікелей немесе жанама түрде қатысты болатын және оны басқалардан ерекшелеп тұратын кез келген ақпарат болып табылады. Мысалға, жалпы деректерге ол аты жөні, туған күні, ЖСН және мекен жайы жатады. Ал байланыс деректеріне телефон номері, email почтасы және әлеуметтік желілері болып табылады. Ал құпия ақпаратқа бізде логин, құпия сөз және банк картасының номері сияқты ақпараттар жатады. Және сандық істерге фотосуреттер, видеолар, геолокация, пікірлер сияқты. Одан кейін бізде жаңа айта кеткенімдей фишинг, яғни фишинг қалай жұмыс жасайды? Ең алдымен олар күмәнді жіберуші, яғни ресми қызметте ешқашан WhatsApp немесе жеке нөмірден жазбайды. Сол үшін де күмәнді жіберушіден келген хабарлама. Екіншісі, дереу, тез, бұғатталады деген сөздермен қорқытып, ойлануға мұрша бермейді. Үшіншіден, домен атауында қателер бар немесе ресми сайтқа ұқсамайтын сайттар бар. Солар бізде фишинг болып табылады. Және вирустар және зиянды бағдарламаларға келетін болсақ, ең алдымен вирустар олар бізде файлдарға шабысып, өздігінен көбейеді және біздің файлдарымызды жойып жіберу мүмкіндігі жоғары. Одан кейін бізде трояндар, ол бізде пайдалы қосымша болып көрінеді, бірақ іштей зиян жасауы мүмкін. Одан кейін шпиондық бағдарламалар бар, олар біздің құпия сөздерімізді, хаттарымызды және экранды жасырып бақылайды. Және қауіптің таралу процесіне келетін болса, ол ең алдымен шектеуден келуі мүмкін, орнатудан келуі мүмкін. Одан кейін барып осыдан кейін ол зақымдап, соңында бізге қиын салдар әкелуі мүмкін. Енді біз осы жеке деректерді қорғау жолдарын тоқталатын боламыз. Ең алдымен ол құпия сөз, яғни біздің ең маңызды бөлшегіміз болып табылады. Құпия сөзді қойған кезде үнемі 12+ таңба қою керек, әріптер мен сандардың қосындысын және де әртүрлі символдарды қолдана білген абзал. Себебі 1, 2, 4, 5, 6 деген сияқты парольдер өте оңай болып табылады, яғни қауіпсіздік жоқ. Одан кейін бізде 2-факторлы аутентификация. Бізде құпия сөзді бірінші енгізіп, одан кейін SMS код келетіндей 2-факторлы аутентификация енгізіп қойсақ, бұл аккаунтқа қос құлып болып табылады. Одан кейін бізде құпиялылық баптаулары, яғни парақшамызды үнемі жабық етіп, тек қана достарға рұқсат беретін болсақ, біздің аккаунтымызды артық адамдар көрмейтін болады. Және жүйені үнемі жаңартып, қорғаныс бағдарламаларын қосып жүру керек. Және де кафедегі тегін желіде төлем жасау өте қауіпті болып табылады, яғни ашық Wi-Fi желілерінде қолдану қауіпті болып табылады. Келесі бізде цифрлық этика және жауапкершілік, яғни интернет бізде виртуалды болғанымен, ондағы әрекеттердің салдары нақты болып табылады. Яғни рұқсатсыз фото, кибербуллинг, жалған ақпарат сияқты этикалық нормалардан шығатын заттарды жасауға болмайды. Және жалпы осының барлығын қорытындылай келе, құпия сөз үнемі күрделі болғаны абзал, және оны ешкімге айтпау керек, және жиі жаңартып отыру керек. Одан кейін жаңа айтқанымдай күмәнді сілтемелерге кірмеу керек, яғни бейтаныс хаттар мен сілтемелерді ашуға болмайды. Және жеке деректерді, телефон, мекен жайларымызды жариялауға болмайды. Және 2-факторлы қорғау, яғни барлық аккаунттарымызға 2-факторлы аутентификация қосып қойғанымыз дұрыс.
және интернетте әдеп сақтап, өзгені құрметтеп, интернеттегі жауапкершілікті сақтай білуіміз қажет.